Қайырлы күн 8-ші сынып білім алушылары. Дүниежүзі тарихы пәнінен қарастыратын кезекті сабағымыздың тақырыбы екінші дүниежүзілік соғыстың басталу уақытын қай күн деп атайды деп аталады. Сабақтың барысында сіздермен бірге дүниежүзілік соғыстың айрықша белгілерін анықтаймыз. Екінші дүниежүзілік соғыстың басталу күніне қатысты балама көзқарастарды талқылаймыз. Және жалпы қабылданған датаның негізділігін дәлелдеуге тырысамыз. 1939 жылдың 31 тамызында сағат 12:40-та Гитлер Вайс жоспарын бекітті. Оған сәйкес әскери іс-қимылдар 1939 жылдың 1 қыркүйегінде сағат таңғы 4:45-те басталуы тиіс еді. Шабуыл белгіленген уақытта басталды. Дәл осы күн тарихта екінші дүниежүзілік соғыстың басталу күні ретінде қалды. Алайда соғыстың басталуы туралы өзге де балама көзқарастар бар. Екінші дүниежүзілік соғыстың алдында ірі халықаралық қақтығыстарға себеп болған бірқатар оқиғалар орын алды. Мәселен, 1931 жылғы 18 қыркүйекте Манчжурия оқиғасы болды. Солтүстік шығыс Қытайдағы Мукден маңында оңтүстік Манчжурия темір жолының бір бөлігінде жарылыс жасалды. Жапон әскери қолбасшылығы осы оқиғаға орай Қытайдың жаяу әскерін айыптап, Манчжурияға күтпеген жерден басып кірді. Бұл өңірде орналасқан Жапон армиясының саны 14 000 жақсы дайындалған әрі тәртіпті сарбаздар мен офицерлерден тұрды. Ал Қытай гарнизонының саны 100 000 адамға жететін. КСРО өкіметі Қытаймен халықаралық келісімдері бар болғандықтан бұл оқиғаға ерекше мән берді. Бірақ Жапонияға қарсы әскери әрекеттерге бармады. Қытай үкіметі ұлттар лигасынан көмек сұрады. Алайда ұсақ-түйек мәселеге Батыс Еуропа елдері бастарын ауыртқысы келмеді. Жапондар Қытай әскерін талқандап, қуыршақ Манчжоу-го мемлекетін құрды. Сондай-ақ 1935-1936 жылдары Италияның Эфиопияға жасаған әскери агрессиясы тарихтан белгілі. Бұл қақтығыс екінші Италия-Эфиопия соғысы деп аталды. Ұлттар лигасы осы жерде тағы да әлсіздігін көрсетті. Қақтығыс дер кезінде реттелмеді. Италияның фашистік әскері соғыс жарияламай-ақ Эфиопия аумағына басып кіріп, Аддеград, Адуа, Аксум бағытымен алға жылжыды. Ескі қарумен қаруланған эфиопиялық әскер заманауи әрі қуатты Италиян армиясына қарсы тұрды. Бұл соғыста италиялықтар тыйым салынған химиялық қаруды қолданды. Нәтижесінде Италия Эфиопияны жаулап алып, өз отарларымен біріктіріп, италиялық Шығыс Африканы құрды. 1936-1939 жылдары Испанияда азамат соғысы жүрді. Қақтығысушы тараптар бір жағынан КСРО-ның әскери қолдауына сүйенген халықтық майдан, екінші жағынан Италия мен Германия фашистері қолдаған Франконың диктатурасы еді. Соғыс нәтижесінде республика құлап, Франконың диктаторлық режимі орнады. Марко Поло көпіріндегі оқиға, яғни 1937 жылғы 7 шілдеде Жапон гарнизоны солдаттарының Қытай әскерімен қақтығысуы екінші Жапон-Қытай соғысының басталуына себеп болды. Бұл соғыс екінші дүниежүзілік соғыс аяқталғанға дейін жалғасты. Ұрыс барысында Жапония Қытайдың солтүстігін басып алып, соғыс біткенше өз бақылауында ұстады. 1 қыркүйек 1939 жылы Германия Польшаға шабуыл жасады. 3 қыркүйек 1939 жылы Ұлыбритания мен Франция Польша алдындағы одақтық міндеттемелерін орындай отырып, Германияға соғыс жариялады. Осылайша екі ел арасындағы қақтығыс ірі әскери іс-қимылдарға ұласты. Тапсырма. 1939 жылдың 1 қыркүйегі екінші дүниежүзілік соғыстың басталған күні болып есептеледі тұжырымына Попс формуласы арқылы талдау жасаңыздар. Тапсырма. Аңырақай шайқасында қазақ жасақтары қолданған соғыс тәсілдерінің атауын мағынасымен сәйкестендіріңіз.